Сәлеметсіздер ме оқушылар? Видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. 4-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Бірінші тапсырма төмендегі жауаптардың ішінен дұрыс қатарын белгілеңіз дейді. Бізде ол D варианты болады. Гелиоцентрлік ғалам жүйесі. Ал ғалам центрінде күн орналасқан. Жүйені жасаған ол бізде Коперник. Жауап мына D варианты болады екен. Келесі, көктемгі және күзгі күн теңелуі нүктелері қай күндер өтеді? Ол бізде 21-ші наурыз және де 23-ші қыркүйек. Қарасаңыздар, көктемгі және күзгі деген ғой. Енді бізде шілде жаз айы, значит, мына вариант уже кемейді деген сөз. Мына жерде тоже шілде, ол жаз айы, ол тоже кемейді. Значит, сменді бізге жауап D варианты болады. Кеттік келесі. Массасы 250 грамм дене 15 метр секунд жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Дененің лақтырылған мезеттегі кинетикалық энергиясы. Жалпы лақтырылған мезеттегі кинетикалық энергиясы бізде кинетикалық энергия ол mv квадрат бөлінген 2 формуласы бойынша анықталады. Енді қараңыздар, бізде масса 250 грамм, килограмм айналдыратын болсаңдар, мыңға бөлесіңдер ғой. Мыңға бөлгенде 0,25 килограмм болады. Енді осыны v-ның квадраты, 15-дің квадраты бізде 225. Осыны 2-ге бөлемін. Есептейік. 28-де 125 джоуль болады. Мына жерде 28-де 125 джоуль деп қоясыңдар. Ең жоғарғы нүктедегі потенциалдық энергиясы. Енді бізде в-сында ең жоғарғы нүктеде потенциалдық энергия максимал болады. Ол бізде кинетикалық энергияның өзіне тең болады. Жердің бетінде кинетикалық энергия мен ең жоғарғы нүктедегі потенциалдық энергия бір-біріне тең. Сол себепті потенциалдық энергияларында 28-де 125 джоульға тең болады. Энергия тоже 28-де 125 джоуль деп қоямыз. Ең үлкен көтерілу биіктігін тап дейді сыда. Ол бізде потенциалдық формуласы mgh қой. Осы бізде 28-де 125-ге тең болды. Осы жерден h-ты табатын болсақ, ол 28-де 125-ті mg-ға бөлгенге тең болады ғой. Сонда 28-де 125 біздегі масса 250 грамм, оны килограмм айналу үшін мыңға бөлесіңдер, ол 0,25 g деп отқандарың 10-ға тең болады. Ол сендерде 11-де 25 метр болады. Жауабы 11-де 25 метр. Так, кеттік келесі. Суретте иіндік тепе-теңдікте тұр. Үлкен иіннің ұзындығын тап дейді. Яғни мына сұрақ белгісінің орнында не тұру керек, соны табу керек. Енді бізде күш моментінің формуласы қандай? Ол бізде F1 L1 тең болады F2 L2. Маған осы L2 иінді табу керек болып тұр. Сонда біздегі мынау 50 ньютон деп отқандарың F1 күш, мына 25 ньютон дегендерің F2 күш. Мынау сендерде, значит, L1. Енді қараңыздар, орындарын қоямыз. 50, L1 деп отқандарың 20. Оны мен метр арқылы жазатын болсам, 100-ге бөлем. 0,2 болады. F2 деп отқандарың 25, маған керек нәрсе L2. L2 сонда тең болады. 50 көбейтілген 0,2 бөлінген 25. 50 мен 25 қысқарады, ол бізде 2 болады. 2-ні 0,2 өлшеңдер 0,4 метр болады. Жауабы L2 ұзындық 0,4 метр болады екен. Кеттік келесі. Суретте көлбеу жазықтық көмегімен М массалы жүкті H биікке көтерген. Пайдалы жұмыс. Бізде пайдалы жұмыстың формуласы ол менде асы mgh. Яғни бізде жүктің массасы берілген ғой. Ол 50 деп тұр ғой да. 50 g 10-ға тең. Көлбеу жазықтың биіктігі 2. Енді қараңыздар, 50-ді 10-ға көбейт, 500 502-ге көбейтетін болсаңдар 1000 джоуль болады. Келесі, бізде в-сында табу керек толық жұмыс. Толық жұмыс ол күшпен көлбеу жазықтың ұзындығының көбейтіндісі. Бізде күш 125, көлбеу жазықтың ұзындығы қарасаңыздар 10 метр. 125-ті 10-ға көбейтетін болсаңдар, сендерде 1250 джоуль болады. Келесі, с. Көлбеу жазықтың пәгін табыңыз дейді. Пәк бізде А пайдалының А толыққа бөліндісі, оны 100%-ға көбейткенге тең. Бізде пайдалы жұмыс
ол не болды, 1000 болды, ал толық жұмыстарың 1250. Осыны 100%-ға көбейтем. Есептейміз. Ол сендерде 80% болады екен. Енді бізде D варианты көлбеу жазықтық пен жүкті көтеру кезінде күштен қанша есе ұтыс аламыз. Енді бізде күштен алатын ұтысты есептеу үшін біз F2 бөлінген F1-ді есептейміз. Яғни біздегі F2 деп отқандарың мына көлбеу жазықтықта мынандай денені жоғары қарай көтеру күші. Мынау бізде F1 125 ньютон. Енді қараңыздар, F2 деп отқандарың сонда ол жүктің ауырлық күшіне тең, mg болады. Осыны F1-ге бөлгенге тең. Бізде жүгіміз 50, 50-ді 10-ға көбейтемді, F1 де 125-ке бөлемін. 500-ді 125-ке бөлеміз. 4 болады. Күштен, значит, 4 есе ұтыс аламыз. Келесі көлбеу жазықтықпен жүкті көтеру кезінде орын ауыстырудан қанша есе ұтыламыз дейді. Ол бізде оны табу үшін L-ді H-қа бөлем. Яғни L деген көлбеу жазықтың ұзындығы 10-ға тең, H-тарың 2-ге тең. 10-ды 2-ге бөлсеңдер 5 болады. Сонда 5 есе ұтылады екенбіз. Пайдалы жұмыс ол бізде 1000 джоуль болды. Толық жұмыстарың 1250 джоуль болды. Көлбеу жазықтың пәгі 80% болды. Көлбеу жазықты жүкті көтеру кезінде қанша есе ұтыс аламыз? 4 есе. Қанша есе ұтылыс аламыз? Ол бізде 5 болды. Осымен видео сабақ аяқталды. Видео сабақ ұнаса каналға тіркел, лайк бас, все қоңырау жасын бас.